Так, бағана төртінші сұрақты жалғастырсаң, мына жерде мен айттым, иә, m кіші немесе тең q орындалды жоғарыдан бағалғанда. Ал мына жерде кіші немесе тең qk. Бұл бізде кіші немесе тең мынандай сумманың кез келген мынандай суммаға орындалады, иә. То есть бүркеуімізде qk қандай болса да, үлкен болса да, кішкентай болса да, иә, әртүрлі варианттар үшін бұл бәрібірде q кішкентай болып қала беремін дейді. Значит, ол мына qk-ның ішінен мен инфимді таңдап алатын болсам, мынандай варианттардың ішінен ең кішкентай таңдап алатын болсам да, мына теңсіздік сақталады дегенді білдіреді. Ал мыналардың ішінен ең кішкентай инфимі деген ол не? Ол әрине мына біздің m стар, то есть сыртқы өлшем. То есть тағы бір рет қайталаймын. Мына q кіші немесе тең мынадан. А мен мына qk-ны кез келген qk ретінде аламын. Погрешность максимально үлкен болады, погрешность максимально кішкентай болса да, бәрібірде кіші немесе тең деген сақталады екен. Демек, мен мыналардың үшін наименьший, яғни инфимін алатын болсам, онда ол маған как раз сыртқы өлшемді береді. Сыртқы өлшем q-дан кішкентай, q сыртқы өлшемнен кішкентай, осы жерден m звездочка q-дан кішкентай болып тұр, иә. Ал және q кішкентай болып тұр m звездочкадан. Онда m звездочка тең q-ға. Осылай шығады. Енді қараңыздар. Екіншісінде айтады, мынандай берілген. Жиынның сыртқы өлшем деген мынау. То есть төртінші сұрақта біз таныстық, мына qj қандай? Qj просто мынау арақашықтық. Значит, qj деген бізде әйтеуір b-дан a алынған әйтеуір бір параллелепипед или куб бірдеңе екен, иә. Енді қараңыздар, осындай әртүрлі варианттардың ішінен мына суммалар бар ғой, осылардың ішінен инфимінің ең өзіме қолайлысын, погрешность ең аз болатын таңдап алсам, ол менде сыртқы өлшем болады екен. Жиынның сыртқы өлшемі деген бағанағы параллелепипедтің сыртқы өлшемі сияқты бір оңай бір нәрсе емес. Жиын мынандай бір түрлі жиын болуы да мүмкін. Осы кезде бағана бізде параллелепипедтерде погрешность болған жоқ, потому что біз параллелепипедпен, яғни төртбұрышпен қаптадық. Қырларына идеальный подгонка жасайтын болсам, вообще погрешность болмайды. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай, мынаны қазір қаптайтын болсам, менде бәрібірде зазорлар қалып қалады. Сондықтан мен кішкене напрягаться етем. Бағана менде инфимі бір қатты керекте болған жоқ. Жиынның кубтың сыртқы өлшемін дәлелдеген кезде мен тек инфимді қатты қолданған жоқпын. Соответственно, мағынасын тым қатты ашқан жоқ. Мына жерде енді прям мағынасы ашылады. Қараңыздар, мен қызылдармен возможный варианттардың біреуін алып жатырмын, возможный варианттардың біреуін алып жатырмын. Осылай қаптап шықсам болады. Немесе прям точкамен көрсеңші, прям точка сияқты мына. Каждый точка өрменде бір квадратик сияқты ше. Квадратик сияқты. Енді өздеріңіз мән берсеңіздер, өздеріңіз қарасаңыздар, мына жерде погрешность қалай? Бұлай әйтеуір шығып кетті арасына бір. Шығып кетті кәдімгі. Ана жақта почти погрешность жоқ. Хотя мына точканың өзін үлкейтетін болсақ, міне мысалға мына жерлер шығып тұр, иә. Мысалы мына жерлер шығып тұр. Мына жерде қарасаңыздар, вообще сыртына шығып кеткен мына. Сонда менің қолымда неше түрлі варианттар, бірақ мен оның ішінен ең максимально погрешность аз болатындай, погрешность нөлге ұмтылатындай бір вариантты таңдап аламын. Вот соны пайдаланып, сол вариантпен жұмыс істесем, дәл солардан құралған аудандардың, каждый бөлек аудандарын алып, олардың суммасын, каждый ауданнан бөлек есептеп оларды қосатын болсам, ол не скажу, что точно берет. Ну, где-то бір 0,1 бір 0,1% погрешность бар әйтеуір. Кішкентай болсын погрешность бар. Минимальный погрешностьпен. Вот. Енді қараңыздар. Осын түсінген болсақ, давайте енді айтайық. Енді бағанағыдай ғой, ол кубтың барлық тұратын и так далее саналынды бүркеу бойынша алынады. Саналынды бүркеу.
Не үшін? Потому что бізде мына жақта бүркеулер саны шексіз болған жағдайда ғана погрешность нөлге ұмтылады. Ақырлы бүркеумен мен мынандай қиын фигураны өте аз погрешностьпен қаптап шыға алмаймын. Енді қараңыздар, бірінші қасиет не дейді? Егер E1 E2-нің ішінде жататын болса, онда, соответственно, олар R-да жатыр, д өлшемді кеңістікте. Онда сыртқы өлшемдері де бір-бірінен кіші болады. Енді бұны қалай болады? Енді E2-нің бүркеу, E1-де де бүркеу болады. То есть қалай? А деп отқаным, на самом-то деле, А деп отқаным, ол менде бүркеудің варианты. Мынау, любой бүркеудің варианты да. Бұлай бүркедім. Ал М звездочка деп отқаным, ол бүркеулердің ішіндегі инфимумы. Түсініп тұрсыздар ма? Ол бүркеулердің ішіндегі инфимумы. Міне, сонда М E1 менде тең болады. Осы А1 деген бүркеу бар ғой, сондай бүркеудің ішіндегі ең маған қолайлысы, яғни бүркеулердің варианттарының ішінен инфимумы. Ал менде кішкентай болады А2-ден инфимумнан. Не үшін десеңіздер, мынаның размері енді кішкене үлкенірек қой мынаған қарағанда, дұрыс па? Объем, то есть, да? Ал енді М звездочка E2-ге тең болады. Давайте көрсетейін. E1 деп отқаным ішіндегі қаралар. E2 деп отқаным, давайте былай жазайық. Жасылмен сыз қойын. Мына ішіндегі квадрат ол E1, ішіндегі квадрат ол E1. Ішіндегі квадрат ол E1. Сыртындағы қызыл ол E2. Енді қараңыздар, мен аламында мына E1-ді қаптап шықтым, я? Мынандай бір бүркеумен қаптап шықтым. Всевозможно бүркеулердің ішінен инфимум сондай болды. Мынаның да бүркеу осындай болды. Енді қараңыздар, мына көк бүркеулер мен қара бүркеулерді салыстырсаңыздар, әрине мыналардан құралған сыртқы өлшем, әрине ол мыналардың ішінен құралған сыртқы өлшемнен әлде қайда үлкенірек болды. Осылай.